ана күні көмір. Түйе қазақ халқының жүк артар көлігі ғана емес, кешегі өткен алып батырларының, би шешендерінің сенімді серігі де болған. Күй атасы Қорқыт пен жері үйғыз деп әлемді кезген Асан қайғы жыраудың желмаясы, Райымбек батырдың ақ бурасы, Қабанбай батырдың ақбас атаны сияқты аңыздар бізге содан жеткен. Жүңгі жеріндегі Қабанбай өткелі, Қабанбай шоқысы сияқты жер аттары Баһадүр батырдың біздегі жорық іздерінің дерегі болатын. Сондай бір аңыздардың үзігі осы Майлытауының бөктерінен басталады. Дерек көзінде Қабанбай батыр саптастарымен бірге Барлық тауының оңтүстігіндегі Қызылтұз көлінен тұз артып, Майлытауының осы тұсына келгенде қатты нөсер жауып, ақбас атаны тайып жығылып, белі үзіліп өледі. Ұзақ жылғы сенімді серігі досындай болып кеткен ақбас атанды Қабанбай батыр адамша арулап жерлеп, басын мынау қия жартастың бетіндегі бүркіт ұя салған үңгірге қояды. Барлық тауынан басталып, Алакөлге құятын Теректі өзенінің осы тұсы содан бастап Түйебас аталған.